Саламатсыздар ма, студенттер? Бүгінгі біздің өтетін жаңа тақырыбымыз сабағымыздың Microsoft Publisher бағдарламасының толықтай мүмкіндіктері. Біздер осыған дейін бірнеше бағдарламамен жұмыс жасадық, яғни Word-пен жұмыс жасадық, Excel-мен жұмыс жасадық, PowerPoint-пен жұмыс жасадық. Сонымен қатар жасалынған мағлұматтарымызды мұрағаттау арқылы мәліметтерді көрген болатынбыз. Енді әрмен қарай сіздерге Microsoft Word Microsoft Publisher-дың басқа пакет офистермен қарағандағы қандай айырмашылығы, қандай мүмкіндіктері бар екеніне көз жеткізгім келеді. Ол бағытта жұмыс жасау үшін біздер не істейміз? Барлығымыз рабочий стол, яғни экранға барамыз. Сіздер рабочий стол ашып аласыздар, ол жұмыс жасайтын ноутбук болсын, компьютер болсын. Сол кезде мышкаңыздың оң жағын басу арқылы Создать бағдарламасына барасыздар. Создайтқа барған кезде Publisher деген таңдап аласыздар. Документ Microsoft Publisher. Осыны басқан кезде сіздерге автоматты түрде Publisher бағдарламасы ашылады. Ашылғаннан кейін сіздерге экрандарыңызға дайын Publisher-дың басты беті шығады. Бұл басқа пакет офис сияқты айырмашылығы көп деп те айтуға болады, бір қалыпты деп те айтуға болады. Себебі деген бұның жұмыс жасайтын бағыттары дәл Excel-дікіндей, Word-дікіндей. Тек айырмашылығы, бұда біз қағаз жазбаймыз, кесе сызбаймыз. Өзіміздің қазіргі таңда, мысалға, болашақ маман ретінде брошюрка жасауға болады, визитка жасауға болады, әртүрлі демонстрациялары көптеген келеді. Ендігі сіздеріңіздің алдарыңызда ашылып тұрған Publisher бағдарламасы A4 форматта тұр. Яғни мен бұны альбомный деп айтамын ғой, сол альбомныйға ауыстырғым келеді. Файлға басасыздар. Файлға басқаннан кейін Создать деген батырмасы шығылады. Создайтты басқаннан кейін мен A4 форматында A3-ға айналдырып аламын. Себебі неге айналдырып алдым? Мен сіздерге қазір айтып отырмын бана сіздерге визитка жасауға болады, буклет. Сол бір бағытты біз таңдап алайық. Яғни біз буклетті таңдап алайық. Ол үшін қайттан кері Создайтқа барасыздар. Барғаннан кейін сіздерге автомат түрде жазылым тұрады. Қандай нәрсені таңдайсыздар? Календар бар, наклейка бар, открытка бар. Сол кезде мен буклетті таңдап аламын. Буклет таңдаған кезде сіздерге тек қана бір буклеттің мәтіні емес, бірнеше буклеттің түрлері, оформление деп айтамыз ғой, әртүрлі бағыттары шығады. Осының ішіне мен таңдап аламын, закладка деген бағдарламасын таңдап аламын. Закладканы басқаннан кейін Создать деген бар. Создайтқа басқанда міне алдарыңызда сіздердің буклеттің сыртқы ішкі бейнесі. Естеріңізде болсын, бірінші бетшесі ол буклеттің сыртқы бейнесі болады, екінші бетшеміз буклеттің ішкі бейнесі болады. Негізгі қай форматты сіздер таңдағаның өзінде де сіздерге берілетін Publisher-дың фоны бір түсті болады. Соны естеріңізде сақтаңыздар. Мен сіздерге бұл жазудың анық-қанық көрінсін деген келген бағытта бір жаннан сосын өздеріңіздерді түс өзгертулеріңізге де болады. Ол үшін қайда барамыз? Ставкиге бармаймыз, макетке барамыз. Макеттің ішінде фон деген тұрады. Фонды бассақ, әртүрлі әдемі түс тұрады. Мен мысалға көк түсті таңдап алдым, көгілдір түсті. Көгілдір түс таңдағаннан кейін бұның сыртқы бейнесі. Сведения о товаре или услуг дейді. Яғни мысалға сіздің бір тамақ сататын буклетін жасайсыз, немесе мамандықтың жасауға болады. Жоқ, мен осы сөзді, осы готовый мәтін, дайын мәтінді қалдырамын десеңіздер, тек қана жазылған мәтін үстіне барып өзгертіп тастауларыңызға болады. Немесе шетінен шерту арқылы, мышканы алып барсаңыздар, шетіне деген автомат түрде белгіленеді. Соны backspace арқылы кетіріп тастауларыңызға болады. Интернет желісі арқылы өздеріңізге керекті әдемі картинкаларыңызды таңдап, осында әкеліп, дәл үстіне апарып қойсаңыздар, ставить етсеңіздер, сіздің суреттеріңіз өзгереді. Енді екінші беттің өзі дәл сондай. Яғни бұл бетшелердің қандай айырмашылығы бар? Бұлар түстерінен. Мысалға біз сыртқы түсін көк қылсақ, ішкі түсін біздер басқа түске таңдауымызға болады. Немесе розовый деп айтамыз ғой, нежный, жұмсақ түсті таңдап алайық. Енді бұнда деген бір сіздерге формат фонның суретін қойып кеткен. Бұл жерге сіздер өздеріңіздің мамандықтарыңызды қоюларыңызға болады. Немесе шақыру билетін жасайтын болсаңыздар, әдемі қыстың суреттерін қоюларыңызға болады. Яғни шерту арқылы
жаңағы картинкаларымызды шерту арқылы біз алып кетіріп қосып отыруларымызға мүмкіндік туады. Енді ішіне терілетін мәтіндер, яғни ол сіздердің өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты дегім келеді. Так, енді әрмен қарай жоғарыда бұның ішіндегі мысалға берілген мәтіннің жаңағы наименование, жаңа шрифт айтамыз ғой, бұлар мысалға калибрмен жазылуы мүмкін. Ал мен сіздерге сабақ барысында үйреткен болатынмын, ішіндегі мәтіндерді біз қандай атпен тереміз деп. Times New Roman деп мысалға осы главный бетшедегі барып Times'ымызды таңдап алып мысалға шертіп қоямыз. Сосын шрифтіміз өзіміздің керегімше 16-24 десеңіздер, енді үлкеніне қарай үлкейеді, кішісі болса кішірейіп жинақталып тұрады. Енді сіздерге тапсырма. Осы түсіндірілген сабақ бойынша өздеріңіздің жасақталатын бір буклеттеріңізді, немесе визитка, немесе тойға шақыру билет сияқты, немесе мамандықтың бір ашылуркасын, немесе еске алу, қазір көп қой, қазіргі таңда мына пайдаланатын нәрселер, соны дайындап маған жіберулеріңіз сұралады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.